Сәлем, бәріңізге каналыма қош келдіңіздер. Біз бүгін обедке пицца заказ беріп, пицца жеп жатырмыз. Фатима? Фатиманың демалысын барынша қызықты қылып өткізуге тырысып жатырмыз. Көңілін көтеріп. Мінеки, менің каналымды көріп отырмыз еще. Қазір каналымды көріп отырып, пицца жейміз. Қызық болып жатырынан бәрі есімізге түсіп, сол кездер. Магнумға заказ беріп, доставка 300 теңгемен пияз алдырдым, капуста алдырдым, 2 капуста, мандарин, сосын мынандай банан, киндер мен шоколад, в общем, балаларға. Осыларды алдырып алдым. Мінеки мынандай не алдым? Пандораның Айшаға, Аружанға и біреуі алып қоям, в общем. И өзіме мынандай орамал мен скафандр алдым. Жаным қызым келді. Қазір ғана Айша келді. Айшаны күтіп алып, еще пакеттерімді алып, үйге кіріп баратырмын. Біреуін Айша қазір өзі таңдап алады. Қалайсың, доча? Жақсы. Жаным. Пижамамен шығып кеткенсің. Иә, пижамамен шығып кеткенсің ғой. Сабағына кетті. Қазір сабағына барып келсін, сосын сөйлесеміз ғой дұрыстап. Таксимен кетті. Давай! Көрінбейді екен ғой. Бүгін қон десем, қонбайым дейді. Апайыңнан сұрап алам, бүгін бармай-ақ қойшы десем, ренжіп жатыр ғой. Сабағым дұрыс жаттай алмай қалам, содан кейін бүйтіп қалам, сөйтіп қалам деп. В общем, келесіп сразу сабаққа кетті. Мына пандоралардың ішінен өзі таңдап алады. Қазір Аружан келеді, оған таңдатам. Ал әкелген пандораларымды ашып көрсетейін. Міне үшеу әкелдім. Жаңа көрсеткен. Давайте ашып көрейік. Мұстафа ғой, аяғыма жағаласып жүрді. Мынандай ішінде кітапшасы бар екен. Мынандай мен. Мынандай бар екен. Пандора, thank you, в общем. Не қылды, Мұстафа? Міне осындай, ішіндегілерін көрсетейін. Ішінде мынандай бар екен, мешочығы Пандора деген. И мынандай бар екен. Көрейін, мына ішінде бар. Тряпочкасы бар екен мынандай. Потом енді өзің көрейге. Мынандай коробкада. Красота ма, красота. Мұстафа, кет деймін саған. Фото. Не қылып жаным? Міне. Мынандай Пандора деген жазуымен. Қазір былай көрсетейінші сіздерге. Міне. Розовый осындай. Біреуі розовый, көбелектерімен. Мынандай. Күшті. Қараңыздар. Мінеки мынау біреуі көбелекпен. Мынау екіншісі тоже көбелек екен, Анау бордовый цвет болса, анау розовый цвет. Мынау үшіншісі андай гүлдермен. Үшіншісі вообще басқаша. Үшіншісі вообще басқаша, тоже көбелек. Басқаша екен, андай сары ма, сондай цвет екен. В общем, мінеки осындай үшеу болды. Қыздарым алып қояйын деп. Қашсың? Қашсың ба? Ашу да қиын ғой өзінің. Я французский. Что с тобой стало? Красиво же. Аружан кетіп қалған кезде бүткіл косметикасымен боянып алған ғой. Красопетканың каналынан көресіздер қалай боянғанын. Прикинь, бетіне маска жасап бізді қорқытып тұр ғой. Мә, Айшаны құшақтай ма десем, шоколадын. Жаным, қызым. Чай ішіп отырмыз. Бере ғой ол бір нәрсе берейін дейді маған. Алдында шыққан кезде купила вот это вам подарок, осындай кофе. Корейский ма, который, я не знаю. Ух ты, надо попробовать. Латте сияқты надо? Білмеймін қандай. И осындай, короче, дәптер, блокнот, чтобы вы что-то писали, спешите домой деген.
Мына қараңыздар, андай эстетичный блокнот. Мына қараңыздар. Андай эстетика ғой. Фатима өзінікін біліп тұрған сияқты. Негізі мен басқа нәрсе алғым келген, но мен андай оны тапқан жоқпын өзім ойымдағыдай. Сондықтан да тебе такой слайм. Вау, ну-ка. Қазір көрейінші мен, көрейінші. Мына қараңыздар, тоқтап подписчиктеріме көрсетіп беремін ғой. Мен андай слайм дейді, барбиски. Роза ішінде мынандай пузырькилары бар. Тұра тұршы, көрсетейін да. Ішінде мынандай пузырькилары бар. Ой, ё-моё. Кел отыр қызым, борщ жесің бе? Борщ конечно. Менің тамағым сағынып кеткен шығарсың. Намазын оқып қазір келді. Мен чай ішіп отыр, Мұстафаны ұйықтатып қойып. Қазір Айшаға тамақ құйып берейін. Так, Айшаның берген блокнотын былай сіздерге көрсетейін. Спешить домой дейді. Үйге қарай асығып баратыр ғой. Ашасың, эстетика деп атқаным осы ғой, мынаны қараңыздар. Әдемі. Обычный блокнот, но андай эстетика да. Мынандай жазу жазам, в общем. О себе дейді. И мынандай латте, корейский. Латте мынау мен алдында көрген бір неден, бірақ алмай кетіп едім. Бір жол дәмін көретін болдым. Нағыз слаймын бермей адам нервысына тиді ғой тек. Ішін көрсетемей жатыр, мынандай нелер, шариктер бар екен ішінде ше. Ақ и мынандай розовыймен, в общем, мынандай шариктермен. Айша қайсысын аларын білмей жатыр. Мен бұны влогымда көрсетем деп сторисқа салмай отсам, сторисқа салып тастаған. Болды, жарайды, ештен кетпейді. Айтпайсыз ба? Қақтан білейін енді? Сіз жаңа көрдіңіз ба? Мен келесі салып салам ғой сторисқа. Осыны аласың ба, осы розовыйды? Көбісі осыған дауыс беріп жатыр екіге. Мен де кіріп дауыс беріп кеттім. Еще прям бүкіл сертификат бәрі бар ғой. Не, мешогымен бәрі. Мешог түгіл. Мен нан іздеп тұрсам, мен қырықпен коробкасын. Айшаның туған күніне Аружан сыйлап еді ғой бұрын. Тура ғой. Тура осы ғой дейді. Бірақ андай наларын өзгертіп салып, мынандай болған жоқ. Ондай болмады ма сенде? Мен даже насын ашпағанмын. Сақтық. Не істейді екен осы қыз? Пакет, коробкаларды жинап. Күшті ғой. Не істейсің аның бәрін? Тексеріп қой енді, как бы. Ең алғашқы деп пе? Аш. Ішіндегі. Ол қайда ішіндегі? Менде. Өзінде ме? В общем, тура Аружан туған күніне сыйлап бәрі шок болған қыздар, я? Сондай ғой, в общем. Міне мынандай ағын алдым. Жаңа немен Пандорамен бірге сатып алдым. Әдемі екен, андай қыспайды, прям күшті тұр. Ал, таңда ал Пандора. Наны? Қайсысын аласың? Екі түрлі. Наны? Осыны аласың ба? Айша, сен басқасын алдың ба? Розовый. А? Это как одевать? Аяқтан ба? Құтты болсын қызым. 14 февральға деп қояды. Өтірік айтам, құрсын мұсылмандар төлемейді. Өтірік айтам. Просто так Айшаға саған подарок. Рахмет. Вау, розовый. Әне пакетмен аласың. А что тут картинки? Это от меня очень скромный подарок. Бұл Айшаның подарок. Мен бүгін неше подарок алдым. Соныч. Ана мектептен әкелген подаркасын айтпай ақ қояйын, көрсетпе, айтпа деп ады. Айтпадым ғой. Айтпадым, көрсетпедім. Көрейік ал подаркыңды Айша берген. Красота! Вау, ски! Это стикеры! Стикеры! Мен андай кітап қалетін ба десем, стикер екен ғой. Круто! Это мой подарок? Екеуін берші соғанда, біреуін. Беремін. Аружан, бірден айтсақ ұрыспайсың ғой? Мама, нет, айтпаңыз. Жоқ, айтпайым, ұрыспайсың. Сөз бер. Аружан, ұрыспайым деп сөз. Жоқ, сөз берсе ұрыспайым деп. Ұрыспайсың. Я? Сөз беріп тұрсың. Фатиман косметика мен алды, мен білем бетін. Бетін көр деп айтайын десем. Молодец. Маскыңның біреуін пайдаландық, косметикаларыңмен бояндық, ұрыспайсың ба? Нау байқұс жаны шығып, өліп жүр, Аружан ұрсады мені деп. Ну ладно, ұрыспайым ғой. Ура, ұрыспайым. Жаным. Енді настоящий емегенде. Ойбай, бісміллә. А я теперь интернетка. Мына қыз қоймай ең алғаш келген асханамызға алып келді.
соған барайықшы мама, соны сағындым. Осы жерге көшіп келген кезде осы асханадан ішетін едік гурулагманын ше. қазір өздері кетіп кетті. Сонымен сол гурулагманға келейік. Осының гурулагманын жақсы көремін деп дәмдіп жүрдік. Асхана ғой енді, бірақ күшті дәм. Видео түсіруге шықтық Айшаның каналына. Қызымыз екеуміз келе жатырмыз. Дала деген күшті. Қызым келсе менің миым демалады, өзім демаламын. Демалыс болады менде кәдімгі. Мен де. Екеуміз әбден бір-бірімізге үйреніп алғанбыз. Бір-біріміздің слабый жерімізді білеміз, бір-біріміздің мықты жерімізді білеміз, в общем. Сондай қандай қызың подружкаң болғанда деген нәрсе ғой, в общем. Ең жақын подружкам ғой менің. Араларыңызда бар шығар мамаларыңызбен күшті подружка осындай, е. Енді Аружан бар ғой, Аружан әлі кішкентай болып жатыр. Скоро подружка боламыз. Скоро бір жылда болып қаламыз ау тоже подружка. Осы көктем шықса болып қаламыз ба деген ой болып тұр енді. Көктем шықса бірге жүреміз ғой. Подружка боламыз ау сол кезде. Неке мынандай пижама көріп кеткесің ғой. Шалбармен. Екеуміз видео түсіреміз деп шығып киім алып кеткесің мынаяқты. Айша кесе осы магазинге кірмей кетпеді. Мынандай джинсы. Қайсы? Балам, кеспесің сіздің кішкентай. Кесіп сайсал екеуін бірақ бірдей қылып кесу керек, Айша. Қайшымен кесесіз, не обязательно тігу оны. Бұрынғы біздің кезімізде тігетін едік. Ішіне қарай қайырып, білдіртпей тігіп жүрсең де не қылмай қалады, білмей қалады. Оны тігетін бұның уақыты жоқ тәтемнің. Кетіп баратыр бір жаққа. Алба жұлбағып кей берсең болады, кесіп тап. Сосын бір келген кезіңде Салтанат апай қысқа болып қалды. Кесең туш болады. Жерге тигізіп кессей, болмай қалады ол кезде, жерге тигізіп кессең, аяқ киім киген кезде көтеріледі чуть-чуть. Бүйтіп тұрасың да, тура жерге тигізіп сызып шығасың бүйтіп сабынмен ше. Алдым ақырына пижаманы. Мынандай күшті орамал алдым. Айшаның да джинсы алды жаңағы. Красота алды. Айшаның каналына челлендж түсіріп, сосын үйге өзіме керегімді алдым қазір. Сөйтіп, жаңағы пакетіміз бар, в общем, неше пакет болып кетіп баратырмыз. Неке мынандай тісі шыққетін алдым. Аламай жүретін мини-сода бар еді бұндай ше. Мини-соға кірмегелі біраз болды. Сонымен бір пачкасын алып қойдым. Ал, Айша кетейін деп жатыр. Давай, қызым. Мына орамалымды көрсетейін деп. Жаңа қалған орамалым. Осылайынан тағам. Күшті тұр айтыңыздаршы. Айша күшті тұр дейді. Білмеймін, осы көйлекпен, в общем, 19-на қонаққа шақырған, соған өстіп барсам ба деп тұрмын. Осындай диорский сумкам бар ғой, сонымен. Қалай? Күшті кетеді тұр енді. Да? Басым қатып жатырса негем деп. Негізі әлі 5 күн бар да. Неге бүйтіп отқанын? Енді бұттырады енді. Жарайды. Ал енді сіздерге конкурсты түсіндіріп кетейінші. Негізі бөлек бір видео түсірем деп едім. Оған жекеме көп жазып, маза бермей жатсыздар. В общем, конкурстың шарты сіздер подписан болу керексіздер. Именно колокольчик басылған болу керек. Егер колокольчик басылмаса, онда шарт орындалмаған болып саналады. Мінеки, осылай кірдіңіздер ғой, е? Анара Тұрсынжанқызына. Төмен қарай түсесіздер. Мінеки, қараңыздар. Бізде бәрі бар. Арудың әлемі, Мұхамеджан, Красапетка. Осылардың бәріне былай подписаться, потом колокольчик басылу керек. Обязательно. Міндетті түрде мінеки. На все дегенді басасыздар. Обязательно. Енді мынау бізде бәрі бар, е? Міне мынау бізде бәрі бар. Мінеки. Төмен қарай түсесіздер осыдан. Төмен қарай түскен кезде міне ең астында каналдар тұрады.
бізде бәрі бардың, Мұхамеджанның, Анара Тұрсынжанқызы, Арудың, Красапетканың бәрінің осындай төмен жақтағы осындай каналдарындағы адамдарға подписан болу керексіздер. Қазір пока адам жоқ, бірақ осы аптаның ішінде мен адамдарды қабылдаймын. Сол адамдардың бәріне сіздер тіркелген болу керексіздер. Бұл бірінші шарты. Екінші шарты, сіз мына 5 каналға, біздің 5 каналға колокольчик басылып тұрған болу керек. Осы екінші шарты. Ал енді сіздер қалай ұта аласыздар? Мысалға қараңыздар, менің каналымда мына видео деге қазір шықты дейік. Мына видео шығып жатыр, қазір премьера болып жатыр, мысалға. Осыған комментарийна мінеки лайк басасыздар и комментарийға сіздер, в общем, ең көп жазылғаны 100 комментарий жазып жатыр ғой. Сол 100 комментарийді 100 комментарий жазғандар алып жатыр. Себебі 70-80-ге берейін десем, одан көп жазған 100 адам болып тұр. Мен қалай 100 комментарий жазғанға бермеймін, қалай 70 жазғанға беремін, мысалға. Ең көп жазғанға берем деп жатырмын. Кеше мысалы 4 адамға бердім. Оң алдында 2 адам, оң алдында 3 адам. Ол жазған адамға қарай берем мен, в общем. 5 адамға да беру мүмкін, бұл жерде не смайлик басқандар алмайды, айтып қояйын қазірден. Бір сөйлем жазуларыңыз керек. Мысалға, мына жерде видео болып жатыр. Сол жерде сізге не ұнады, соны бір 3-4 сөзбен жазсаңыз болады. Немесе бір сөйлем, көп жазудың керегі жоқ, бір сөйлем немесе 3-4 сөзбен жазыңыздар. Ал смайлик жатпайды. Мысалға, мына видеодан не үйрендіңіз, немесе не істегені ұнады, не көрдіңіз, соны 3-4 сөзбен ғана жазыңыздар. Болды, талап осы ғана. Сол ең көп жазған комментарийларға сол күнде мүмкін ол 10 адам алуы мүмкін, мүмкін 5 адам алуы мүмкін, мүмкін 2 адам алуы мүмкін, Оны мен шешем. Сосын бүгін ұттыңыз, значит, Алла қалады сіздің ұтқаныңызды. Мысалы, кеше 4 қыз ұтты, 4-еуі де менен өмір ұтып көрмеген қыздар екен. Бірінші рет ұттық дейді. Солай ғой, қуанып жатыр да, бірінші рет ұттық, осы уақытқа дейін ұтпап едік сізден деп. Бүгін ұтпасаңыз, ертең ұтасыз. Ертең ұтпасаңыз, арғы күні. Мүмкін сіз күнде ұтуыңыз мүмкін. Мүмкін сіз айына 1 рет ұтуыңыз мүмкін. Ол Алланың қалауымен. Менің көзіме түскен канал, значит, Алланың қалауымен ұтып тұрсыз, Оны мен де бір шешпеймін ғой, бит өтем. Көзім түсті, сол канал ұтады. Сондықтан бәріңізге сәттілік тілеймін, маған бәріңіз бірдейсіздер. Күнде ұтсаңыздар да қарсы емеспін. Егер хотя 5-6 рет ұтсаңыздар да, мен қуаныштымын сіздердің ұтқандарыңызға, Сол бәріңізге сәттілік тілеймін, ұтыңыздар. Ал осымен мен видеоммен қоштасайын. Сау болыңыздар.